Быйыл қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы, әлеуметтік және жеке өміріндегі сөздерін өлең арқылы сөйлеген жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы. Осыған орай Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңаарқа аудандық тарихи өлкетану музейі қызметкерлері жыраудың өлеңдерінен үзінділерін қабыл алыңыздар. Жамбыл Жабаев өсиет. Ой-хой дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір берінен. Кірсе лебіз, шықса жоқ, қауіп етіндер өлімнен, қылыш пайдан таралып, сөз нұқсасы келінген. Ата Жамбыл Жабаев. Әумин деп қолыңды жай, қабат тусын күнменен ай, алғаның болсын саймасай, қапалық болмай кезінде, ылғи болсын мамыражай. Құс-құстан тауып ұл мен қыз, мінтені болсын жорғатай, ертең ерте біреуі қойға кетсін қудалап, жерге кетсін біреуі екі көзін уқалап. Егін ексін біреуі су сағасын томалап, оттың басын шандатып, біреуі жатсын домалап. Жылқы бақсын біреуі, асауларды күделеп, сөз сөйлесін біреуі, көп ішінде сүбелеп. Жақсы леппес жартарыз, ескіден қалған мақалды соза беріп қайтейін, бата аяғы тақалды. Әмин.